Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шие тосабындарын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тазаланып жуылған шиені әдемілеп ішінде шірігені болса, оның барлығын алып тастаймыз. Және бетіне менде 4 кг шие, 4 кг шиеге 3 кг песок қостым, яғни құмшекер. Видеода мен тек құмшекердің 3/2 бөлігін ғана қостым. Қалған қазір сөл шыққан соң барып қосатын боламын. Осы жерде бір түнге қалдырдым мен. Бір түнге қалдырғаннан кейін осылай құмшекер аздап болсын ериді. Осы кезде үстіне 200 мл салқын су, қайнаған су, салқын су құйып жібереміз. Бұдан артық көп қосқан жоқпын, себебі шиенің өзінің сөлі бөлініп шығады. Оның барлығын жақсылап араластырып, қанты еріген кезде мен қалған жаңағы песогым артылып қалды дедім ғой, соны салатын боламын. Осы жерде қайнатып, өзінің қанты еріп жатыр. Осы кезде үстіне қалған қантымды бөліп салатын боламын. Жақсылап араластырып, еруін қадағалаймыз. Астын отын қаттырақ шығарып, жақсылап қайнатамыз. Негізі менде қосылмай қалған 1 кг қант, соны осы жерде қосып жатырмын. Көп болып көрінуі мүмкін, бірақ ыдысқа тек түбіне салып орналастырып жатқандықтан ол 1 кг қана песок. Сіздер негізі басында 4 кг шие болса, соның тең жартысына, песогыңыздың тең жартысын салып, үстіне қалған шиені орналастырып, бетіне қалған құмшекеріңізді салсаңыз болады. Менің ыдысым тар болуына байланысты осы әдісті пайдаландым. Екеуінде де аса бір қатты айырмашылық жоқ. Сіздердің ыдыстарыңыз үлкен болса, ыдысыңыз кең үлкен болса, жаңағы әдісті қолдануды ұсынамын. Мына жерде бірінші рет қайнатып, көбігін алып қойғаннан кейін суытып қойған көрінісім. Енді оны екінші рет астын қаттырақ қосып, екінші рет қайнатып аламыз. Екінші рет қайнатқанда ұзақ қайнатпаймыз. 5-10 минут қайнатып алсаңыздар жетеді. Өйткені тосап көп қайнай берсе, қарайып кетеді. Мына жерде үшінші рет қайнатуым. Көбігін жақсылап алып, отымыздың астын сөндіреміз. Сосын өз алдын ала стерильденген банкымызды стерильдейміз, қапағын стерильдейміз, стерилизовать етеміз, яғни булап аламыз. Сынып кетпес үшін, атылып кетпес үшін. Бүкіл тосабымызды құйып, жақсылап орналастырамыз. Осы кезде абай болыңыз, ыстықпен жұмыс жасағанда. Қапағын әдемілеп жауып, бұраймыз. Бұрағаннан кейін міндетті түрде тексеріп көреміз. Осы жерде ескеретін бір жайт, банкі өзі ыстық қой. Банкының сыртын салқын тряпка дейміз, сүрткішпен ұстап жүрмеңіздер. Банкының атылып кету қаупі бар. Міндетті түрде тексеріп көреміз. Мен қалай тексерген видеода анық көрсетілген. Банкі жақсы жабылған. Сыртын әдемілеп сүртіп тазалап аламыз. Өйткені ертең қатып кеткеннен кейін сырты, оны сүрту қиын болады, шіресін. Ыстық суға тряпканы батырып, әдемілеп сүртіп аламыз. Болмаса сүрткіш деп айтайын, қазақша. Біздің тосаптарымызды осылай төңкеріп, бір түнге жылы орап қалдырамыз. Жаңағы 4 кг шиеден менде бұл жерде 5,5 литр тосап пайда болды, яғни тосап шықты. Мен тәттілігін, сиропының сұйықтау болғанын қаладым. Бізге солай ұнайды. Егер сіз тәтті болсын десеңіз, бірге бір қосыңыз. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен мен, Аяжан.